Салем достар, мен только бүгінгі видеода мен сіздерге осы тока-бока сериалы, яғни кедей өмір деген сериалды ұсынғым келіп отыр. Және осы видео ұнаса сіздер маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал онша бастаймыз. Мен қазір сабақтан қызарым келіп қалар, тамақты жасап жіберейін. Тағы да ана қызым тағы жұмыртқа мен нан ба деп айтпаса болғаны. Осыған пісіріп алайын. Менде газ жоқ екен ғой. Бірнеше қылып пісіріп алайын. Міне қыздарымның тамақ жайлары дайын, енді оларды тосайын. Ой, қыздарым кетіп қалған сияқты ғой. Мама, біз келдік. Я қыздарым көрдім, кіріңдер екен. Жақсы. Ой, тағы да жұмыртқа мен нан ба? Күнде осы тамақты жеп шаршап кеттім ғой. Енді қызым, білесің ғой, жұмыртқа мен нан қазір арзан тұрып жатыр. Ал паста соларды алайын десем, олардың да бағалары қымбаттау. Еще бұл квартираның ақшасын төлеу керек. Оған да менің жарты ақшамның бөлек кетіп қалады. Ал мені қазір жұмыс қалмай жатыр. Я, Аружан, сен менің анама, біздің анамызға неге сөйтіп айта бересің? Надоело уже. Ой, анашым, жарайды. Оның мінез сондай. Күнде бір нәрсе болса, бір нәрсе болады, бір нәрсе болса, бір нәрсе болады. Нормально бір тамақ жасамайды ғой еще. Жек алай сол тамақты вообще. Басқа тамақ жасай салмай ма? Болды, анашым, мұнайманшы. Я, қызым. Сендерді дұрыс киіндіре алмай қалдым. Кешіріңдер. Жоқ, біз сізге ренжіген жоқпыз. Тек аман басаңыз болды. Қызым, рахмет. Тек ана екінші қызымыз кішкене. Я, Аружан өзі сондай мінезі бар. Сосын қойып кетеді. Жақсы, қызым. Барып киіміңді ауыстыра ғой. Ой, Аружан. Тағы да тамақ. Осы тамақтан шаршамайсыз ба, мама? Қызым, енді түсінесің бе? Мына жердегі бүкілін алуым себебі олар екеуі кішкене арзандау тұрады. Мен паста солы макарон алайын десем, олар қымбаттырақ. Еще бұл квартираны төлеудің өзін маған қиындыққа соғып жатыр. Ой, бір жарайды. Енді анама қалай көмектессем болады екен. Осы тамақ, киім дегеннен қысылып кетті. Шына квартира жап-жаман, еще квартираны төлеңдер деп жатыр.
жай айтып бір нәрсе болар. Мама өтеден сияқты. Иә, қызым, рахмет. Қайдағы дәмді? Мынаны күнде жепсің ғой, қалай дәмді деп атайсың? Түрінен көрініп тұр ғой. Ой, бір. Болды, мен кеттім, бөлмеме сабақ оқимын. Надоело уже. Өтеден сияқты, мама. Ой. Қазір мен саған бір жаман жаңалығым бар. Мына сулардың өзі лайланып кетіпті. Енді қалай су ішсек болады екен? Жүрейді енді, інішім, қорықпаңызшы. Мен тағы да жұмысқа тұрып жатармын. Өзімнің оқумен бірге алып жүремін. Қызым, ал бұл саған қатты ауыр тиеді. Сен себебі сабағыңды оқу керексің. Сосын ақша табамын деп сабағына универге түспей қалсаң, маған жаман қиынға соғады. Сондықтан барып сабағын оқы. Мүлдем осы үйдің ақшасы дегенге кіріспей қой. Мен бір нәрсе қыламын. Мама, енді қайтемін? Сізді еще жұмысқа да алмай жатыр ғой. Иә, қызым, себебі мен кішкене қартайып кеттім, сондықтан мен алмай жатыр. Жүрейді, енді бір мәнісі болар. Иә, дұрыс айтасың, қызым. Жүрейді енді. Мұнаймаңызшы. Иә, қызым, бара ғой, сабағыңды оқы. Макарон. Макарон тапсылып қандай. Бір хотя бір макарон алсаса болады ғой. Туфу, Аружан-ай. Аружан, сен неге мамамыз құрса бересің? Ол кісі оңайлықта көріп жүрген жоқ. Бір нәрсе істейін десе, тіпті оны жұмыс жасайын десе, оны жұмысқа да алмай жатырсың. Ал сен мамамды керісінше боп салып, ол кісіні кінәлеп жатырсың. Олай болмайды ғой. Енді, әпке, сіз неге осылай ашуланып жатырсыз? Қалай ашуланбайсың? Сен менің анама қорлық көрсетіп жатырсың. Менің емес, ол менің дені. Я, сондықтан ол кісіге үйтіп жасама, ол кісі өзі біледі ғой не істейді. Ой, жарайды. Болды, сабақ оқиық. Так, сабағымды оқиын. Бүгін ата-аналарың туралы эссе жазыңдар деген. Қалай жазсам болады? Обычно жасасай. То всегда мама осы немене алып беретші. То енді сабақты бастадың ба, қойш? Ой, жарайды. Так, сабақта оқып болды, енді сал. Я, енді ұйықтайық. Достар, сериал ұнаса лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Ал ойыншы сау болыңыздар.